Orta merke şet merke, merke merke qarqara kegen menen o жерден көркабай. Құрметті достар, біздің домбыра үйрену парақшамызға қош келіпсіздер. Достар, бастамастан бұрын міндетті түрде каналға жазылып, лайк қалдырып, комментарияға қандай әнге немесе күйге видео сабақ көргілеріңіз келеді, домбырада соны жазыңыздар. Біз міндетті түрде сол сабақтарға видео сабақ түсіретін боламыз. Бүгінгі сабақта біз Қапез Байғабулұлының меркәнін үйренетін боламыз. Қазір мен соны бірінші тартып көрсетем. Тартпастан бұрын достар, бізде осы әндердің, күйлердің жалпы сандық ноталар бар. 100 ән күйдің 2 бөлімнен тұрады, 50-50 ән күйден. Егер керек болса, астындағы көрсетілген номерге жазсаңыздар болады. Біздің ауыл шырайлы семірген, жүр алмайды, өгіз құлабай. Кейбір жаман тамшыға жет алмайды дәмметіп, жаратқаннан теңіз сұрабай. Орта мерке шет мерке, мерке мерке қарқарай кеген менен жердің көркабай. Орта мерке шет мерке, мерке мерке қарқара кеген менен жердің көркабай. Ал ендеше осы меркәнін үйренуді бастаймыз. Бұл жерде бізде қағысы қазір төмен, төмен, жоғары. Осы қағыс бойынша үйренетін боламыз. Ең бірінші бізде 7-де 5, үстіңгі шекте 5, астыңғы шекте 7. Осы жерде тұрып 3 қағыс ойнаймыз. Төмен, төмен, жоғары. Келесі 5-те 5, төмен, төмен, жоғары. Келесі бізде 3-те 5, 2 рет ағамыз төмен, төмен. Және 2-де 0, жоғары. Және ашық 0-де 0, 3 қағыс. Төмен, төмен, жоғары. Қосайық осы жерін. Бірінші қатыр. Біздің ауыл шырайлы деген жер. Енді келесі бізде 5-те 5, төмен, төмен. 5-5, төмен, төмен, және 3-ке жоғары. Келесі 7-те 5, төмен, төмен, жоғары. Осы жерде тұрып, 3 реттен жалпы 9 қағыс қағамыз. 1, 2, және 3. Келесі бізде келесі екінші қатарымыз, ол бізде 7-те 5-тен басталады қайтадан. Төмен, төмен, жоғары. Тура бірінші қатар сияқты, бұны да қайталаймыз, соң жағында ғана өзгешелік болады. Және 5-те 5, төмен, төмен, жоғары. Келесі 3-те 5, төмен, төмен, және 2 жоғары, және 0. Төмен, төмен, жоғары. Келесі бізде 5-те 5, төмен, төмен, және 3-те 5 жоғары. Келесі 5-те 5, төмен, төмен, және 7-те 5 жоғары. Деп қосып аламыз осы тактын. Келесі бізде 3-те 5, төмен, төмен, және 2 жоғары, және 0-де 0 ашық 3 қағыс. Екінші қатарын қосайық.
Енді келесі үшінші қатар бізде астыңғы шекте 8-ден басталады. Екінші саусақпен төмен, төмен. Және 5 жоғары. Келесі 7-де 5, үстінде 5, астында 7-ні ұстаймыз. Төмен, төмен. Және 5-де 5 жоғары. Келесі 3-де 5, төмен, төмен. Және 2 жоғары. Және 0-ден 0 ашық тұрып, осы жерде бағанағыдай 9 қағыс қағамыз. 1, 2, 3. Яғни 3 қағыстан 3 рет қақсақ, сол кезде 9 болады. Үшінші қатарын қосайық. Енді дәл осы бірінші, екінші, үшінші қатарды қайталаймыз. Сол кезде бізде осы 4, 5, 6-шы қатарларымыз дәл осы 1, 2, 3-ші қатарды қайталау болады. Оны да тартып көрсетейін. 4-ші қатар. 5-ші қатар. Және 6-ші қатар. Бұл куплеттің соңғы қатары. Бірінші, екінші және үшінші қатарды қайталап шығамыз. 4, 5, 6-шы қатар болады сол кезде. Осымен біздің бір куплетіміз бітеді, яғни бір куплет. Осы куплетті біз қалған куплеттерге де сөзін ауыстырып айта береміз. Келесі бізде қайырмасы. Қайырмасы бізде 5-те 5-тен басталады. Төмен, төмен. Және 3-те 5 жоғары. Келесі 7-те 5. Осы жерде тұрып 9 қағыс қағамыз. Келесі 5-те 5 төмен, төмен. Және 7-те 5 жоғары. 3-те 5 төмен, төмен. Және 2-де 0 жоғары. Келесі бізде 0 ашық 3 қағыс. Және 5-те 5 төмен, төмен жоғары. Бұл бізде қайырмасы 7-ші қатар болады. Осыны қосып көрейік. Келесі бізде 8-ші қатарымыз. Дәл осы 5-те тұрып, тағы да төмен, төмен. Және 7 жоғары. Келесі 3-те 5 төмен, төмен. Және 2 жоғары. 0-ден 0 ашық 3 қағыс. Және 5-те 5 тағы да 3 қағыс. Дәл осыны енді қайталаймыз. Осы төмен, төмен жоғарыдан бітеді. Келесі 9-ші қатары 8-ден басталады. Бұл бізде дәл бағанағы қайырмадағы 3-ші, 6-ші қатар екеуі бірдей қайталау болады. 8, 8 төмен, және 5 жоғары, 7-те 5, үстін 5, астында 7. Төмен, төмен, 5-те 5 жоғары, 3-те 5 төмен, төмен, және 2-де 0 ашық үсті жоғары, және 0-де 0 ашық қағыспен 9 қағыс қағамыз. Тағы да 6 қағыс. Және соңында 1 қағыс төмен. Бұл ең соңында соңы аяқталған кезде 0-да 1 қағыс астыға қағамыз. Бұл жерде енді бізде бірінші қатардан 6-ші қатарға дейін куплетіміз 1 куплет болды. Одан кейін 7, 8, 9-ші қатарымыз қайырмасы болды. Бірінші куплетті айтамыз. Одан кейін қайырмасын айтамыз. Және қайтадан екінші куплетті айтатын кезде жаңағы бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы қатарды қайтадан тартамыз, бірақ сөзін ауыстырып айта беретін боламыз.